Қайырлы күн, құрметті білімгерлер. Бүгін сіздермен тұрақты ток жұмысы, энергиясы, қуаты және жылу мөлшерін қарастыратын боламыз. Сонымен қатар тұрақты токтың пайдалы әрекет коэффициентін анықтау әдіс-тәсілдерін толығымен қарастырамыз. Тұрақты ток жұмысы. Тұрақты ток жұмысы, естеріңізде болса, біз жұмыстың формасын білеміз. Fs, яғни F дегеніміз кулон күші арқылы K, Q, эпсилон R көбейтілген R квадрат көбейтілген S. S пен R квадрат қысқарады. K, Q, эпсилон R жұмыстың формуласы шығады. Енді осы жерде біз U-дің формуласы, U дегеніміз бізде потенциал. U-дің формуласы K, Q, эпсилон R-ге тең. Сонда жұмыстың формуласы шығады. Бізде QU формуласы шығады. Міне, QU. Енді осы жерден әр қарай Ом заңына байланысты бізде I тең Ом заңы U бөлінген R-ға тең. Сонымен қатар осы жерден біз U-ды түрлендіріп анықтайтын болсақ, ол I көбейтілген R болады. Сонда мына жерде бірінші Q-ды түрлендіріп алайық. Q дегеніміз не? I тең Q бөлінген T, осы жерден Q I көбейтілген T болады. Сонда I-U-T деген формула шығады. Енді осы жерден сіз U-ды түрлендіріп I-R деп жазсаңыз, I квадрат R-ті шығады. Ал енді мынау I-дің орнына U бөлінген R-ді мына жерге әкеп қойсаңыз, мынаны мына жерге әкеп қойсаңыз, мына формула шығады. U-ды мына жерге әкеп қойсаңыз, бұдан мына формула шығады. Q-дің орнына мынаны мына жерге әкеп қойсаңыз, бізде жалпы бұл жерден мынау формула шығады. Сіздермен толығымен көрсетіп қойдым. Енді сіздер білесіздер, жұмыстың өлшем бірлігі джоуль, энергияның өлшем бірлігі джоуль, сонымен қатар жылу мөлшерінің өлшем бірлігі джоуль. Сол себепті мына формулалардың барлығы өз ретінде жылу мөлшерінің формуласы болады. Ал I квадрат R-ті бұл бізде джоуль ленц заңы деп аталады. Джоуль ленц заңы. Енді қуаттың формуласы. Қуат дегеніміз А бөлінген Т. Енді сіздер білесіздер, А-ның бізде I-U-T, I квадрат R-ті, U квадрат T-R формулалары бар. А-ның барлығын Т-ға қатынасы болатын болса, мына формулалардың барлығында Т-ға бөлген кезде барлығын Т-лар қысқарады. Сонда N тең, мына жерде N ол, кешірім сұрайын, факториясы болады. N тең I квадрат R, I-U, U квадрат R деген формула шығады. Осы жерде біз бір тоқтап кететін жайт бар, соған назар аударсақ. Мысалы, I-U, I квадрат R, U квадрат R. Мысалы, мынандай сұрақ туындаса, егер тұрақты ток бізде 5 есе артса, факт қалай өзгереді? Қарайсыз, мына формула қарасаңыз, N тура тәуелді 5 есе артады. Мынаған қарасаңыз, 25 есе артады. Мынаған қарасаңыз, вроде бы I жоқ. Не болды сонда? Мен сіздерге айтайын, егер сіз теорияны толығымен білетін болсаңыз, егжей-тегжейлі білетін болсаңыздар, әрқашан жауап бірдей болады, не дұрыс болады. I 5 есе артқан кезде қуат 25 есе артады. Не үшін? Себебі I U бөлінген R-ға тең. I 5 есе артса, U да 5 есе артады. Сол себепті мынау 5 есе артады, мынау 5 есе артады, N 25 есе артады. I 5 есе артса, квадратынан 25 есе артады. I 5 есе артса, U 5 есе артады, квадратынан 25 есе артады. Түсінікті ма? Жақсы. Енді келесі сұрақ. Мысалы, R 5 есе кемсе, қалай болады? R 5 есе кемсе, қарайсыз, U мен I қалай өзгереді? R қалай өзгереді? Мына жерде қалай болады? Мысалы, бірінші формула қарасаңыз, I да U да R-ға тәуелді.
мына жерде де тәуелді, ердің өзі бар, еще тура тәуелді деген сияқты. Мына жерде де тәуелді, еще ер кері тәуелді. Қарайсыз, біреуіне тура тәуелді, біреуіне кері тәуелді. Қайсы бірін алсам екен? Бұл есепте сіздер өте мұқият болуларыңыз керек. Бізде сұлбамыз қалай қосылған, яғни кедергілер қалай жалғанған? Олар тізбекте жалғанған ба, әлде олар параллель жалғанған ба? Егер параллель жалғанса, бізде у тұрақты болатынын ескеріп, мынаны пайдалану керек. Ал егер біздің сұлбамыздағы кедергілер тізбекте жалғанса, екінші формуланы пайдалану керек болады. Құрметті бөлімгерлер, осы формулаларда осы нәрселерді ескеру қажет. Енді электр қозғаушы күш ЕқQ, біз алдыңғы сабақтарда айтып өттік, кернеу вольт болатын болса, ЕқQ-да вольт. Сол үшін екеуін белгілі бір жағдайларда бір-біріне тең деп алып кететін жағдайлар бар. Мысалы, Ом заңында U тең I көбейтілген R. Ал ЕқQ Ом заңы бойынша R плюс R. Яғни ампер көбейтілген Ом. Мына жерде де ампер көбейтілген Омға тең. Сол себепті де екеуі бір-біріне тең болады. Себебі R өте аз мөлшерде жүреді, сыртқы кедергімен салыстырғанда ішкі кедергінің мәні өте төмен жүреді. Сол үшін шамалары бір-біріне жақын дәрежеде тең болып жүреді. Міне, Ом заңының толық тізбекшінің формуласы. Қысқа тұйықталу. Қысқа тұйықталу дегеніміз не? I тең эпсилон R плюс R. Яғни R-дің кенеттен, қызметтен шығып қалуы, жұмыс істемей қалуы, жарамай қалуы, сыртқы кедергінің бірденнен жоқ болып кетуі ток күшінің бірденнен артуына алып келеді. Себебі бұл мән өте көп мән бірденен жоқ болып кететін болса, мынау өте азайып кетсе, мынау өте көбейіп кетеді. И токтың өте күшейіп қатты жануы бізге қысқа тұйықталу тобы деп аталады. Ай қысқа тұйықталу. Енді пәк. Пәкті сіздер формуласын білесіздер, мына үстіне жазайық. Пәк дегеніміз А пайдалы бөлінген А толыққа. А пайдалы дегеніміз QU, А толық дегеніміз QE. Q-лер қысқарады, U бөлінген E шығады. Енді әрі қарай мен U-ды I көбейтілген R десем, ал EQ-ны I көбейтілген R плюс R десем, екеуінің қатынасын алған кезде айлар қысқарады. Сонда бізде мына формуламыз шығады. Мына екеу. Енді егер біз бұларды қысқартпасақ қалай болады? Біз егер оларды қысқартпасақ, мынау біздің толық тізбек үшін Ом заңынан I R қосу I R тең EQ. Мынау бізде U. U тең EQ минус IR. Сонда U-дің орнына әкеп қойған кезде, мынау пәктің бізде үшінші формуласы шығады. Үшінші формуласы шығады. Сонымен бізде жалпы пәкте үш негізгі формула бар. Әрқайсына жеке-жеке тоқтап өтейік. Пәк тең R плюс R, U бөлінген EQ, EQ минус IR бөлінген EQ. Дәл сол сияқты бізде жұмыстың формуласы да үшеу, I квадрат R-ті, U квадрат R бөлінген Т,